Бүгін үй жағдайында жасалатын KFC дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Видеоңызға лайк басып, есептеріңізді тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Тауықтың қанаттарының шетін алып тастап, ортасынан екіге бөліп аламыз. Барлығын осылай дайындап аламыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Барлығын турап дайындалып алып, шоңқыл ыдысқа саламыз. Маринадымызды дайындаймыз. Салқын суға 1 қасық соевый соус саламыз. Жақсылап араластырамыз. 1 қасық тұз, 1 қасық қызыл бұрыш, 1 қасық қара бұрышымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған соусымызды крылышкаларымыздың үстіне құйып, 3-4 сағатқа дейін холодильникке салып қоямыз. Холодильниктен алып, ұнға аунатамыз. Барлығын жақсылап ұнға аунатып аламыз. Барлығын ұнға аунатып алып дайындап алып, сетка қалақшаға салып, 1-2 секундқа суға малып аламыз. Жақсылап суын сілкілеп аламыз. Судан алып, қайтадан ұнға жақсылау аунатамыз. Барлығын ұнға аунатып дайындап аламыз. Пешімізді қосып, сұйық майымызды құйып, майымызды қыздырамыз. Майымыз қызғаннан кейін тауық қанаттарымыздың салып, жақсылап қуырамыз. Баяу отта асықпай, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. KFC-іміз кафедегіндей болып шығады, өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Видеоңызға лайк басып, есептеріңізді тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет сізге.